Мен Құлманова Күміс Алға Қазақстан партиясының мүшесімін. 18 қарашада біздің Алға Қазақстан партиясының ұйымдастыру тобының жетекшісі Амангелді Жақинді бір топ полициялар келіп, Шортандыдағы үйін астан-кестен шығарып, қаладағы, Астанадағы баласының үйінің келіп, балдарының компьютерін, телефонын, үйіндегі 250 мыңдай қаражатын алып, Амангелді Жақинді Көкшетау қаласының ивесіне алып кетті. 20 күні біздің адвокатымыз Дасқарайып барды, бірақ оны кіргізбеді. Бүгін бала шағасы мен әйелі және бір топ көкшетаулық активистер жиналып ивестің алдында тұр. Бұның астарында не жатыр? Басын көтеріп сөйлеп, Амангелді өте белсенді азамат, өте сауатты азамат. Сондықтан кім басын көтерді, соның басын қағып тастау біздің мына Қазақстанның әдетіне айналды. Біреуді боқтаған жоқ, біреуді даттаған жоқ, біреуге барып қызын зорлаған жоқ, біреудің ақшасын ұрлап немесе ала жібін аттаған жоқ. Бұның астарында тек қана саяси қуғындау жатыр. Сондықтан қазақ елі Жақинге бостандық талап етіңіздер. Және де оның отбасына және жүріс тұрысына мынау адвокатты жалдауға соған қаржылай көмек беріңіздер. Тек қана үнсіз қалмаңыздар. Жақинге, Амангелдіге бостандық талап етіңіздер. Амангелді Жақинға бостандық, саяси қудалау тоқтатылсын.